ұсталған көлік су жанасынан қымбат. Пәтер бағасы бір жылда 168%-ға шарықтап кеткен. Инфляция 85%-дан асты. Бұл сұмдықтың бәрі соғыс, мемлекеттік төңкеріс немесе толық экономикалық құлдырау кезінде болған жоқ. Керісінше, экономикасы өсіп, экспорт еселеп, жаңа жұмыс орындарын ашып жатқан елде болып жатыр дегенде сенесіз бе? Түркия күйреген жоқ. Керісінше, оның іржеуі көлемі артты, зауыттар тоқтамады, ал билік жаңа экономикалық модельді табысты деп жар салды. Ендеше бұл мемлекет неге небәрі 5 айдың ішінде резервтегі 30 миллиард долларын отқа жағуға мәжбүр болды? Неліктен пәтер, жер, валюта және арзан несие иелері байыған үстіне байи түсті? Ал орта тап жиған тергеннен айырылып, баспаналы болу үмітін біржола үзді. Жаңа фабрикалар салуға жұмсалуы тиіс арзан ақша неге кенеттен бетонға, алтынға және көліктерге ағылды? Экономистердің қателескенін бүкіл әлемге дәлелдеу үшін Ердоған неге тұтас бір елдің экономикасын бәске тігуге тәуекел етті? Бұл шығарылымда біз экономикалық ғажайып Ердоғанның көзін қалай байлағанын талдаймыз. Бұл қазіргі замандағы ең батыл әрі авантюралық экономикалық эксперименттердің бірі. Шайларыңызды демдеп, ыңғайлырақ шайғасыңыздар. Біз бастаймыз. Батыс банкерлері, Нобель сыйлығының лауреаттары және макроэкономика оқулықтарынан өзін ақылдымын деп санау, бұл темірдей сенім қайдан пайда болды? Мұны түсіну үшін уақытты артқа айналдыруымыз керек. Ол кезде инвесторлар үшін Түркия сөзі инфляциямен дүрбелең емес, нағыз экономикалық ғажайыптың синоним еді. 2000 жылдардың басы Ердоған билікке жаңа келіп, оған дағдарыстан титықтаған ел бұйырды. 2001 жылы түрік экономикасы сұмдық коллапсты бастан өткерді. Инфляция 70%-дан асып жығылды. Банктер сабын көпіршігіндей жарылып, лира құрдымға кетті. Міне, осы кезде нағыз сиқыр басталды. Сахнаға Ердоған бастаған Әділет және даму партиясы шықты да, келесі 10 жылда ел экономикасы зымырандай көкке ұшты. Мына графикке қараңыз. Елдің номиналды ІЖ-өсі небәрі 6 жыл ішінде 3 есеге өсті. Инфляция бір таңбал санға дейін төмендеді. Стамбул алып құрылыс алаңына айналды. Зәулім ғимараттар, жаңа әуежайлар, жүрдек тас жолдар салынды. Кеше ғана тиынын санап үнемдеп өмір сүрген халық көлік, тұрмыстық техника және пәтер сатып ала бастады. Миллиондаған түріктер алғаш рет балалардың болашағы жарқын болатынына сенді. Елге батыстың инвестициясы судай ақты. Қарапайым сайлаушы үшін бәрі абанық еді. Ердоғанға дейін дағдарыс, Ердоғаннан кейін өсім. Негізі экономикалық реформалар әртүрлі адамдардың жылдар бойы қабылдаған жүздеген ішкі, іш пыстырарлық шешімдерінен тұрады. Бірақ адам психологиясы күрделі түсіндірмелерді қабылдағысы келмейді. Оған жалғыз батыр керек. Және ол батыр Ердоған болды. Бұл ғаламат табыс оның басын айналдырды. Ол осы той-думанның бәрі тек өзінің еңбегі, өзінің кемеңгерлігі мен интуициясы деп сенді. Бірақ шындық мүлдем басқаша еді. Бұл түрік ғажайыбының ешқандай романтикасы жоқ екі қосалқы автор болды. Біріншіден, барлық ауыр жұмысты оған дейін жасап қойған болатын. Экономика министрі Кемаль Дервиш халықаралық валюта қорының нұсқауымен қатаң реформалар жүргізді. Олар банк секторларын тазартып, белдікті қаттырақ бұды. Ең бастысы, орталық банкты институционалды түрде тәуелсіз етті. Ердоған билігінің алғашқы жылдарында экономиканы Али Бабаджан сияқты қатал іскер технократтар басқарды. Олар саясаткерлердің ақша басатын станокқа жақындауына жол бермеді. Екіншіден, сәттілікте өз рөлін ойнады. 2008 жылғы дағдарыстан кейін Америка мен Еуропа нарықта арзан ақшаға толтырды. Инвесторлар доллар толы қаптарын арқалап, ақша қиятын жер іздеп бүкіл әлемді шарлап кетті. Халқы қарқынды өсіп жатқан Түркия таптырмас нысанаға айналды. Шетелдік капитал елді несиемен жарылқады. Бірақ Ердоған өз аңызына өзі сеніп қалды. Ол ең бас нәрсені назарынан тыс қалдырды. Оның бастапқы экономикалық даналығы өте сирек кездесетін саяси талантта жатқан еді. Ол өз ісінің мамандарына кедергі келтірмеуді білетін. Сондықтан экономистер мереке аяқталып қалғанын, қызып кеткен экономиканы суыту үшін пайыздық мөлшерлемені көтеретін кез келгенін ескерте бастағанда, ол мұны ақыл кеңес деп қабылдамады. Ол мұны шабуыл деп түсінді. Батыс институттарының өзіне бағал салу әрекеті деп бағалады. Дәл осы сәтте оның басында сол бір қауіпті ой пайда болды. Базалық макроэкономика. Бұл үлкен алаяқтық деген ой. Осы кезеңде кез келген экономистің шашын тік тұрғызатын теория дүниеге келді. Түркия президенті көпшілік алдында пайыздық мөлшерлемені барлық бәленің атасы мен анасы деп атай бастады. Бұл экономикалық теріске шығарудың масштабын түсіну үшін нарықтың іргелі ережесін еске түсіру жеткілікті. Баға тез өскенде орталық банктер мөлшерлемені көтереді. Несие қымбаттайды, сұраныс бәсеңдейді.
Адамдар ақша жаратуды қойып, көбірек жинай бастайды. Нәтижесінде бағаның өсуі тоқтайды. Бұл өте ащы дәрі, бірақ ол жұмыс істейді. Алайда Ердоған мүлдем қарама-қайшы догманы қабылдауға шешім қабылдады, тек өзінің жеке ұстанымы болған үшін ғана. Бұл стратегияға тек экономика призмасымен қарау үлкен қателік. Мұнда бірден үш қуатты мотив қатар өрілген. Біріншісі діни мотив. Исламда өсімқорлыққа қатаң тыйым салатын риба ұғымы бар. Консервативті электорат үшін банктік пайыз бұл қаржылық құрал емес, нағыз моральдық күнә. Мөлшерлемеге соғыс жариялай отырып, президент елді азғындық жүйеден тазартып жатқанын көрсеткісі келді. Екіншісі саясат пен бетон. Елдегі барлық билік алып құрылыстарға, көпірлерге, әуежайлар мен тұрғын үй кешендеріне сүйенді. Арзан несие осы қозғалтқыштың негізгі жанармайы болды. Жоғары мөлшерлеме мұнара крандарын тоқтатып, миллиондаған сайлаушыларды далада қалдырар еді. Сөйтіп сайлаудың дәл алдында гүлденген мемлекет бейнесін жермен жексен етер еді. Және үшіншісі геосаясат. Жоғары мөлшерлемелер батыстың қаржылық отарлау құралы деп шын мәнінде қабылданды. Шетелдік алып-сатарларға өз долларларын түрік банктерінде сақтаған үшін ғана неге қыруар пайыз төлеу керек? Алайда тұтас экономикаға бұл экспериментті жасау үшін алдымен бақылау жүйесінің көзін құрту керек болды. Алғашқы үлкен сызат 2018 жылы пайда болды. Ол кезде Түркия бірнеше жыл бойы арзан несие, агрессивті құрылыс және шетелдік капиталдың есебінен өсіп келе жатқан. Салдарынан лира өз құнының 40%-дан астамын жоғалтты. Ал инфляция күрт үдей түсті. Экономистер тез арада араласуды талап етті, бірақ саяси басшылық жоғары мөлшерлеме инфляцияның еми емес, себебі деген ұстанымнан қайтпады. 2018 жылдың қыркүйегінде орталық банк бәрібір жүйеге қарсы шығып, мөлшерлемені бірден 24%-ға дейін көтерді. Лираны тұрақтандыру мүмкін болды. Ал президент пен орталық банк арасындағы қақтығысты тоқтату мүмкін емес еді. 2019 жылдың жазында реттеуші басшысы Мұрат Четинкая мерзімі аяқталмас бұрын қызметінен қуылды. Бірақ соның өзінде толық бағынышты орталық банкке бірден қол жеткізу мүмкін болмады. Келесі 2 жылда тағы 2 басшы ауысты. Біреуі мөлшерлемені тым баяу төмендетті, ал екіншісі Надже Ағбал. Керісінше, оны 19%-ға көтергені үшін шешімнен кейін небәрі бірнеше күннен соң жұмыстан шығарылды. Тек 2021 жылдың көктемінде бұл қызметке Шахаб Кавджоглу тағайындалды. Ол жоғары пайыздар инфляцияны өздері қоздырады деген сенімді ашық қолдайтын адам еді. Енді басты кедергі жойылды. Бүкіл ел көлемінде таза эксперимент жүргізуге жол ашылды. Есеп темірдей берік көрінді. Төменгі мөлшерлеме инвестицияны іске қосады. Инвестиция өндірісті арттырады. Өндіріс жаңа жұмыс орындарын ашады. Әлсіз лира экспортты көтереді. Экспорт елге валюта әкеледі. Валюта бағамды тұрақтандырады. Ал инфляция содан кейін өз-өзінен төмендейді. Егер бұл схема жұмыс істегенде, әлемдік стандарттардың күл талқанын шығаратын мүлдем жаңа экономикалық модель құрылар еді. Бірақ бірнеше аптадан кейін-ақ бәрі белгілі болды. Нарық бұл экспериментті мүлдем басқаша қабылдады. 2021 жылдың 23 қыркүйегінде Түркия бұрын соңды ешбір ірі мемлекет жасамаған экономикалық экспериментті ресми түрде бастады. Саяси басшылықтың логикасы қарапайым еді. Арзан несие компанияларды көбірек инвестиция құюға итермелейді. Өндіріс артады, жаңа жұмыс орындары ашылады. Ал әлсіз лира шетелдіктер үшін түрік тауарларын арзандатады деп есептелді. Экспорт елге доллар әкеледі. Сыртқы сауда тапшылығы жойылады. Лира тұрақтанады. Сосын инфляция өз дебінен төмендей бастаймыз. Алғашқы айларда бұл ессіз теория шынымен де жұмыс істеп тұрғандай көрінді. Фабрикалар жаңа тапсырыстар алып, экспорт рекорд жаңартты. Түркия туристер үшін сутегін елге айналды, ал экономика өсуін жалғастырды. 2021 жылдың қорытындысы бойынша ЭЖО 11,4%-ға өсті. Бұл әлемдегі ірі экономикалар арасындағы ең үздік көрсеткіштердің бірі еді. Бірақ бұл 11,4%-ның артында бір ыңғайсыз шындық жасырынып жатты. Экономика пандемиядан кейін 2020 жылға несиелік стимулдар мен жанданған әлемдік сұраныстың арқасында ескі аштығымен көтерілген қамырдай ғана сіңген еді. Дегенмен 2022 жылда коллапс бола қойған жоқ. ЭЖО тағы 5,5%-ға өсті. Жұмыссыздық төмендеп, 2 миллионға жуық адам жұмыс тапты. Бұл жүйенің өз жеңімпаздары да анықтала бастады. Эксперименттің қаймағын ірі бизнес, экспорттаушылар мен құрылыс магнаттары қалқып ішті. Олар күлкілі пайыздармен несие алып, активтерді су тегін сатып алды. Жаңа нысандар тұрғызып, оларды жаңа, шарықтап кеткен бағамен сатты. Инфляция олардың ескі қарыздарын түк қалдырмай жалмап жатты. Арзан лираны тұрақты шетел валютасына немесе жылжымайтын мүлікке айырбастап үлгергендерде ұтып кетті.
Қомақты капиталға қол жететін адамдар үшін бұл мағыз ақша кіретін заман болды. Бірақ бұл эйфорияның қатал математикалық шегі бар еді. Проблема бір іргелі бөлшекке келіп тірелді. Түркия өз мұнайын, газын өндірмейді және шексіз шикізат қорына ие емес. Ұлттық валюта құрдымға кете бастаған сәтте-ақ импорт құны ғарышқа ұшты. Түрік фабрикасы қарапайым футболка тігіп, оны шетелге сату үшін алдымен импорттық станок, импорттық бояу сатып алып, импорттық газдан өндірілетін электр энергиясының шотын төлеу керек. Ал мұның бәрі үшін шетел валютасымен есептесу қажет болды. Иллюзия көзді ашып жұмғанша күл талқан болды. Өндірістің өзіндік құны соншалықты тез өскені соншалық, кәсіпорындарға бірдеңе өндіру математикалық тұрғыдан мүлдем тиімсіз болып қалды. Парадоксалды жағдай туындады. Зауыт тауар партиясын 1 миллион лираға сатып, қағаз жүзінде әдемі пайда табады. Бірақ келесі партияға шикізат сатып алатын кез келгенде, оның бағасы әлдеқашан 1 миллион 500 мың лираға жеткен көреді. Бизнес тұзаққа түсті. Жай ғана жұмысты жалғастырып, өз орнында қалу үшін жамадан несие алып, қарыз батпағына батудан басқа амал қалмады. Лира тезірек құнсызданған сайын, түріктер жинақтарын ақша күйінде сақтаудан соғырдың қаша бастады. Пәтер, көлік, алтын мен жер телімдері өзіндік сенімді сейфке айналды. Валюталық дүрбелең кезінде сұраныс шегіне жетті. Тек 2021 жылдың желтоқсан айында пәтер сатылымы 114%-ға атып кетті. Бірақ бұл дүрмек мәңгі жалғаса алмайтын еді. Неге? Өйткені тұрғын үй бағасы ғарышқа ұшып, қарапайым азаматтардың басым бөлігі үшін мүлдем қолжетімсіз болып қалды. Сандар адам сенгісіз. Орталық банктың мәліметінше, 2022 жылдың соңына қарай пәтерлер небәрі бір жыл ішінде фантастикалық 167,8%-ға қымбаттаған. Қымбаттау масштабын түсіну үшін мына графикке қараңыз. Және бұл жай ғана инфляцияның орнын толтыру емес, нақты мәнде бағаның жалпы өсімін есепке алғанның өзінде жылжымайтын мүлік бағасы шамамен 29%-ға өскен. Қағаз жүзінде жылжымайтын мүлік иелері қарқынды түрде байып жатты. Баспанаға арзан несие алып үлгерген адам нағыз джекпот ұтты. Оның пәтерінің құны аспандап, ал банк алдындағы қарызын инфляция жеп қойды. Бірақ алғашқы жарнаға әрең ақша жинап жүрген қарапайым отбасы үшін нағыз ақыр заман орнады. Жалақы шаршы метрдің бағасына үмітсіз түрде жете алмай қалды. Жинаған ақша бу болып ұшты, ал өз үйім болса деген арман сағымға айналды. Арзан ақша саясаты елді қақ бөлді. Қолында активі және несиеге рұқсаты барлар капиталын сақтап, байлыққа белшесінен батты. Жалақыға қарап, пәтер жалдап тұратындар қымбаттаған. Аренда арқылы әлгілердің той думанының ақысын төледі. Бастапқы жоспар бойынша арзан несиелер жаңа фабрикалар салуға жұмсалу керек еді. Бірақ лирадан мүлдем күдер үзген халық бұл ақшаны бетонға құйғанды жөн көрді. Зауытты әлі салу керек, іске қосу керек және өткізу нарығын табу керек. Ал пәтер ертең таңертең-ақ қымбаттай бастайды. Бұл паникалық инстинкт көлік нарығына да шықты. Жағдай абсурдтың шыңына жетті. Ұсталған көліктер жамасынан қымбатқа сатыла бастады. Бұл қалай мүмкін болды? Өте қарапайым. Ресми прайс бойынша жаңа көлік дилердің сайтындағы сурет түрінде ғана болды. Салондарда көлік қалмады. Жеткізілімді айлап күту керек. Ал көлік келгенше оның бағасы міндетті түрде өзгеретін. Ал ұсталған көлікті дәл қазір осы жерде мініп кетуге болады. Сатып алушы өз жинағын құтқару үшін және көліктің қолжетімділігі үшін үстінен қыруар үстеме ақы қосып төледі. Алыпсатарлар жаңа автокөліктерді сыпырып алып, сол сәтте-ақ ессіз үстемемен қайта сатты. Алыпсатарлықтың масштабы сондай деңгейге жеткені соншалық үкіметке қатаң араласуға тура келді. Билік 6 ай және 6000 км ережесін жаңа көліктерді бірден қайта сатуға іс жүзінде тыйым салып, хабарландыруларда бағаны көтергені үшін ондаған миллион лира айыппұл жаза бастады. Қалыпты экономикада көлік дилерлік орталықтан шыққан сәтте-ақ құнның бір бөлігін жоғалтады. Ал эксперимент кезіндегі Түркияда сіз кілтті ұстап, автотұрақпен көлікке жеткенше ол қымбаттап үлгеретін. Түрік экономикасында тағы бір парадоксалды жағдай орын алды. Орталық банк алдымен мөлшерлемені төмендетіп, халық пен бизнесті доллар сатып алуға итермеледі. Содан кейін өзі тудырған валютаның құлдырауын тоқтатуға тырысып, сол долларларды өз резервтерінен қайта сатты. Тек 2021 жылдың желтоқсан айында ресми интервенциялар көлемі 7 миллиард доллардан асты. 2023 жылғы сайлау қарсаңда билік бағамды ұстап тұру үшін валютаны аяусыз отқа жақты. Небәрі 5 айдың ішінде резервтер шамамен 30 миллиард долларға азайып. Мамыр айында таза валюта қорлары 2002 жылдан бері алғаш рет нөлден төмен түсті. Әрине, Түркиядағы ең соңғы физикалыққа доллар таусылып қалған жоқ. Бірақ лираның жасанды тұрақтылығын шексіз төлей беретін еркін қауіпсіздік жастығы іс жүзінде жойылып бітті. Ердоған бұл экспериментті дәл сайлауға дейін сүйреді.
мөлшерлемені ертерек көтеру, несиені қымбаттатып, құрылысты тоқтатып, тұтынуды құлатып, сайлаудың дәл алдында экономикалық өсімге балта шабу дегенді білдіретін еді. Бірақ қайта сайланғаннан кейін ескі саясатты жалғастыру одан үнсіз бас тартудан да қауіпті болып шықты. 2023 жылдың маусым айының өзінде мөлшерлеме 8,5-тен 15%-ға көтеріліп, одан кейін де шектен тыс жылдамдықпен өсе берді. Эксперимент ресми түрде қателікті мойындаусыз аяқталды. Ешкім халықтың алдына шығып, теория сәтсіздікке ұшырады деп айтқан жоқ. Саясаткерлер классикалық, жоғары мөлшерлемелерді кассада төлейтін бос доллар қалмаған сәтте ғана үнсіз қайтарып берді. Түркия шынымен де лезде құрдымға кетуден аман қалды. Бірақ өсім иллюзиясын сақтап қалу үшін ол ең басты нәрсені, өз ақшасының тұрақтылығын құрбан етті. Нәтижесінде сұмдық шындықтың беті ашылды. Графиктерде экономика қаншалықты ірленіп өскенімен, шынайы өмірде оның халқы соншалықты кедейлене түсуі әбден мүмкін екен. Бұл эксперимент қазіргі тарихтағы макроэкономика бойынша ең қымбат мастер-класс болды. Математика заңдары саяси бұйрықтарға бағынбайды. Және бұл заңдылықты бұзудың құнын қашанда қарапайым халық төлейді. Бірақ билік мұның бәрін керісінше, яғни дұрыс жасағанда не болады? Бұған идеалды мысал Норвегия. Түркия өз резервтерін аяусыз отқа жағып жатқанда, норвегиялық саясаткерлер гениалды қаржылық операция жасады. Өз халқын ертегідегідей бай ету үшін олар әлемнің бір бөлігін сөзбе-сөз сатып алды. Олар мұны қалай іске асырды? Ол туралы менің әлемді сатып алған мемлекет Норвегияның данышпандық аферасы атты видеодан көріңіздер. Экрандағы сілтемені басыңыздар. Егер сіздерге бұл талдау ұнаса, арнаға жазылыңыздар. Лайк басып, келесі видеоларда тағы кімнің экономикалық шешімдерін талдағанымды қалайтындарыңызды пікірге жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше.